Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін біздер қазақтың Астана деген осындай аты болған көне астанасы жөнінде айтқалы отырмыз. Жаңа Астана жаңа мемлекеттің ең маңызды рәмізі. Әрине біздің мемлекетті жаңа туған шыт жаңа деп айтуға болмас. Әр заманда осы бір ұлан байтақ өңірде, қазіргі қазақтардың ата мекенінде түрлі мемлекеттер өмір сүрген. Әр түрлі дәрежеде, әр деңгейде. Біздің бүкіл саяси орталықтарымыз әр замандарда, осы Сарыарқада немесе осы маңайда болған. Кейін тіпті Шыңғыс ханның өлімінен кейін оның ұлдары өз қарамақтарына жер бөліскенде де, олардың құрылтайы осы жердің сәл шығыс пұшпағында орналасқан. Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы өзінің дала ұлысын құрған кезде, оның қонысы да осында, іргедегі Ұлытауда орналасқан. Осыған кішкене тоқталайық. Жошы Шыңғыс ханның үлкен баласы болған. Дешті қыпшақтағы мемлекет Жошы ұлысының негізін салушы. Жошы әулетінің Алтын Ордадағы немесе Дешті қыпшақтағы басшысы. Монғолдардың аса ірі әскери басшысы. Ол монғолдардың барлық басқыншылық әскери жорықтарына белсене қатысқан. Монғолдар өздерінің басты бәсекелестерін жеңіп, аса күшті тайпалар наймандар мен керейлерді күйреткен соң, Жошы бірқатар шапқыншылық жорықтарды басқарып, оңтүстік Сібірді, Алтайды, Жоңғар даласын және шығыс Түркістанды мекендеген көптеген тайпалдарды бағындырды. Жетісу шекарасына дейін кетті. Қытайды жаулауға қатысты. 1218 жылы көктемде Жошы басқарған моңғол жасақтары Қыпшақ жеріне басып кіріп, қазіргі Торғай облысына дейін жетіп, Ырғыз маңында Хорезмшахтың 60 000 адамдық әскерімен шайқасуға мәжбүр болды. Күш ара салмағы кем бола тұра, Жошы қолбасшылық талантпен айрықша көзге түсті. Шыңғыс ханның жаулап алған жерлерін бөлген кезде, Жошыға ертістен бастап Орал тауларының аралығы, одан әрі басқа қарай жаулап алынған жерлері тиген. Ордасы ертіс алқабында болды. Құрылтайдан соң Шыңғыстың Жошыдан басқа балаларының бәрі әкесімен бірге шығысқа оралған. Жүзжанидың мәлімдеуіне қарағанда, Жошы қыпшақтардың жері мен суын, ауасын көрген кезде дүниеде бұдан артық жердің, бұдан артық сап ауаның, мөлдір судың болуы мүмкін емес екенін ұғып, қыпшақтарды жақсы көріп кеткен сонша, өзі осында қалып бұл елді бүліншіліктен азат етуге бел байлаған. Ол өзінің пікірлес адамдарына Шыңғыс хан сірә есінен алжасқан. Өйткені ол осыншама жерді ойрандап, осыншама халықты қырғынға ұшыратып отыр. Сондықтан мен аңға шыққан кезде әкемді өлтіріп, мұсылмандармен одақ құратын шығармын дегенді айтқан. Оның бұл ойын Шағатай сезіп қалып, әкесіне жеткізгенде әкесі білдірмей оны у беріп өлтіруге әмір берген. Жүзжанидың куәландыруына қарағанда, Жошы ересен күшті, ер жүрек, алған бетінен қайтпайтын өткір адам болған. Оның қаһарының әкесі де сескенген. Жошының Дешті қыпшақта қалуының өзінен көпе көріне оның осындағы түркі тілдес тайпалардан империя орталығына тәуелсіз мемлекет құруды көздегендігі айқын көрінеді. Шыңғызыттар кезінде біздің бабаларымыздың жоғары рухани күшінің арқасында ислам қабылдаған. Дәл сол заманда елімізде аса ары атақты данышпан бабаларымыз өмір сүрген, рухани еңбектерін жазған. Олардың арасында Ходжа Ахмет Ясауи, Сайф Сарай, Юсуф Самадани, Юсуф Баласауни тағысын тағылар. Осыншама ірі шапқыншылықты тек жоғары рухани күш тоқтата алатын еді. Оның үстіне бұл даналарымыз шыңғызыттардың ең жақын кеңесшілері болып кеткен. Олардың арасында көптеген қазақтардың билері болған. Сол замандардан да бұрын қазақ хандығын құруға көптеген ұмтылыстар болған. Мысалы 9 ғасырда күйлеген мұсылман қараған патшалығы. Бірақ та тек сол заманда ғана бір құдайдың қолдауымен ғана рухани басшыларымыздың арқасында қолында найза ұстаған Жошы хан себебімен қазақ даласында сол Арқа өңірінде қазақтың бірінші хандығы құрылған.
Қазір елімізге көптеген қонақтар келуде. Олардың жақсысы да бар, жаманы да бар. Біреуі бізге дініңді таста дейді, енді біреуі ұлт сезіміңді, салт дәстүріңді тастап отаныңды ұмыт деп отыр. Біздер өз жолымызды таңдауымыз керек. Өзіміздің ата-бабаларымыздың үлгісіне қарап, олардың ізімен жүріп, қайта келген қонақтарымызды өзімізге мейірімділігімізбен, игілігімізбен, шын рухани байлығымызбен тартайық. Жошы мен шыңғыстар кезінде бабаларымыздың руханиятына сүйсініп, дін қабылдаған, мемлекет құрған. Ендеше келешекте отанымыздың орталығы Астана тек Қазақстанның орталығы болмай, бүкіл дүние жүзінің рухани орталығы болсын. Сөйтіп кезінде Ертіс жағалауында құрылған бірінші қазақ мемлекеті, ал осы күндері сол жерге оралғаны біздің елімізге үлкен белгі, орасан зор жетістік. Қазақ халқы өзінің хандығын қайтарғандай болды. Aynalı bulak bası tek Ey Azavlu'nun İstanbul'dan nesi kim Azavlu'nun aymadı dir Osman Betağa'nın kanılından nesi çok bu yılından nesi kim Tanrı'nın özü bir gün günündü kanılından benim de artık edinesi ve Ey Azavlu'da hağa bolğan erler köpede aytse dağa almağa at baylağanı жоқ edim. Sere qar aslı gilen üstümüz Ey күн тоңғатса жібіміз мен көлікке қосымды артқанмын Көмбіді ярымжаларға күректеймізді тоңдырып көңіреніп күн түбіне жортқанмын Ей дүниенің басы сайран түп ойран озар сойды бұл дүния Азавлының айма детер Доспан Betағадан Aynalayın akşayı katsalmay öder gün qayda Еңісі биік бозорда еңе кегерер gün qayda Алты құлда шағнай забысынып шаншар gün qayda Садақ толы сай кез оқмасағынан өткеріп Басын қолға жеткеріп созып тартар gün qayda Хайдет бұғалай билерден кеңес сұрар күні qayda Елдің бойын ел жайлап шалғынына бие біз байлап Орындықтай қаласа балам мұз баламен күні ойнап Ойқымыз жер күні қайдаңа Осымен хабарымыз бүткелі отыр. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Хабарды дайындаған саунд дизайнер Шоқан Тоқжолов, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше